2005 жылдың қысы болатын. Ауылдан 80 шақырым жерде орналасқан аудан орталығында тұратын туысымыз қоңырау шалып қонаққа шақырды. Қазақтың шақырған жерден қалма деген қағидасын ескеріп, қалмай баратынымызды айттым. Әйеліме аудан орталығында тұратын туысымыздың қонаққа шақырғанын айтып едім. Бармай-ақ қойсақ қайтеді? Менің ертеңге жоспарлап қойған үй шаруаларым бар еді, деді. Мен барамыз деп сөз беріп қойғанымды айтып, үй шаруасын кейінгі демалысқа қалдыр дедім. Әйелім үндемей өз шаруасына кетті. Әйелімнің үндемегенін келіскені деп ұқтым. Ертеңінде таңертең тұрып жолға шығар алдында көлігімді бір тексеріп алуды ұйғардым. Доңғалақтарын тексеріп, майысуын бір-бір қарап шықтым. Бәрі де дұрыс екеніне көз жеткізіп үйге кірдім. Үйге кірсем, әйелім жайбарақат үй шаруасымен жүр екен. Тіпті қонаққа баратынымызды ұмытып кеткен сияқты. Әйелімнің мына жүрісіне аздап ашуым келіп, «Оу, дайындалмайсың ба?» дедім. Ол жайбарақат күйде ештеңеден хабар жоқ кісіше, «Қайда?» деді. «Қайда не? Қонаққа бармаушы ма едік?» деп ашуландым. Әйелім сол бір салмақты қалпын сақтап, «Бармай-ақ қойса қайтеді? Тіпті болмаса өзің барып қайтсаң ше?» деді. Менің одан сайын ашуланғанымды көрген соң, жарайды деп келісті. Қонаққа сағат 1-ге шақырғандықтан үйден 11-ге таман шықтық. Жаз айы болса да бір сағат көлемінде жететін жер, бірақ қазір қыс, жол тайғақ болған соң асықпай жүреміз деп ертерек шықтық. Асықпай жүріп отырып дәл уақытында жеттік. Шақырылған кісілер әлі толық жиналмаған екен. Қалған қонақтар келгенше тағы жарты сағаттай күттік. Ас шайды ішіп, ән салып, думандатып отырғанда күн кеш болды. Қыс мезгілі болған соң тез қараңғы түсті. Аздап арақтан да ұрттадық. Аудан мен ауыл ортасында ГАИ болмағандықтан кейде рөлге ішіп алып та отыра беретініміз бар. Бірақ ептеп қызу болғанмен мас емеспін. Кешкі 10-дар шамасында үй иелерінен қайтуға рұқсат сұрадым. Олар қонып, ертең қайтуымды ұсынды. Әйелім де «Қайтпай-ақ қойса қайтеді?» деп қиылғанымен, мен үйде балалардың жалғыз қалғанын айтып, қайтуымыз керек деп көнбей қойдым. Қазақтың қалай қоштасатындарын білесіздер ғой. Ал ішіп алса, ал жарайды, сау бол, кетер аяқ жолашар деп жүргенде сағат 11 болған екен. Қимай қоштасып жолға шықтық. Аудан орталығынан шықпай жатып, әйелім «Көңілім жайсыз болып тұр. Осында тұратын достарымыздың үйінде қала салсақ қайтеді?» деп әңгіме бастады. Арақтың демі ме, әлде қырсық шалды ма, қайдағыны айтпа деп кесіп тастадым. Әйелім «Онда асықпай жүрші» деп өтінді. Әйел бірдеңе десе түлен түртетін қырсығып қалатын осы мінезім-ай. Ал ішіп алғанда тіпті есіріп кетеміз ғой. Сол қырсықтыққа салып көліктің жылдамдығын асыра түстім. Менің сол мінезімді білетін әйелім одан әрі үндемеді. Оның үндемегеніне одан сайын ызаланып, жылдамдықты одан сайын асырдым. Ол кезде ауданнан 30 шақырымдай ұзап кеткен едік. Әлі де ашуым басылмай әйеліме қайта-қайта қарап келем. Солай аптығып келе жатқанда жол шетінде тұрған қызды көзім талды. Тежегішті басып рөлді бұрып жібердім. Не болған ұқпай да қалдым. Көлік бір-екі аунап, 4 аяғына қарай тұрып қалды. Әйелімнің ыңыраған даусынан тез есімді жидым. Аяқ-қолым аман сияқты. Еш жерімнің ауырғаны сезілмейді. «Әсия, Әсия» деймін. Жауап жоқ. Сыртқа шығайын десем есік ашылмайды. Быт-шыты шыққан алдыңғы терезені теуіп түсірдім де сыртқа шықтым. Әсияны түсірмек болып есікті жұлқылаймын, ашылмайды. Ашылып қалған жүк салғышты көргенде сонда жатқан темір ырғауышты есіме түсті. Темір ырғауыштың көмегімен есікті асып, Әсияны жерге түсірдім. Не істемек екенімді өзім де білмеймін. Әсияның ақырын ғана ыңыраған даусы естілді. «Әсия, Әсия» деймін. Жауап жоқ. Бір кезде жердің суық екені есіме түсіп, көліктің артқы орындығын алып, Әсияны соның үстіне жатқыздым. Не істерге білмеймін. Ең жақын жер аудан орталығына дейін 30 шақырымдай. Әсияны арқалап оған жете алмасым анық. Біреу келіп қалса екен деп Алладан тілеуден өзге амал қалған жоқ. Алла тілеуімді қабыл алды ма? Арада 2-3 сағаттай өткенде аудан жақтан